Бұл Алматы облысы Қарасай ауданына қарасты Елтай ауылындағы 1200 орынға шақталған жайлы мектептің құрылысы. Учаскедегі жұмыс қызу, қазіргі таңда мектептің қаңқасы тұрғызылуда. Маңыздысы сол нысан техникалық қадағалау мамандарының жіті бақылаумен бой көтеріп жатыр. Сарапшының сөзінше жұмыс талаптарға сай орындалуда. Я непосредственно отвечаю за общестроительные работы. В целом будет 3 технадзора по объекту в целом. Это по инженерным сетям отдельно будет специалист-эксперт. Инженерные сети в данный момент еще не начались, поэтому и по техоборудованию будет отдельный специалист. Но техоборудование обычно ближе к концу строительства. Елтай ауылы үшін мектеп құрылысы өте өзекті. Елді мекендегі халық саны 6000-нан асады, ал білім ошағы мүлдем жоқ. Жарты оқушылары Береке ауылына барады мектепке, жартысы Исаев ауылына барады мектепке. Сонымен қатар бізде Береке ауылында 2 мектеп бар. 2 мектептің екеуі де 3 ауысымдылық. Елтай ауылынан Береке ауылына мектебіне и Исаев ауылының мектебіне арақашықтық примерно 3 километрдей құрайды. Соны енді оқушыларға қиындау. Елтай ауылына бізде ауылдық округінде 9 ауыл бар. Оның ішінде Исаев, Жармұхамбет, Көкөзек, Көктоған, 71-ші разъезд, Ақсеңгір, Елтай, Қаратөбе, Береке. Көкөзек ауылында 8000-ға жоқ халық тұрады. Жалғыз бір мектеп, оған Көкөзек ауылымен и Көктоған ауылының оқушылары барады. Көктоған ауылында мектеп жоқ. Соған ортада 3 ауысымдылық мектеп. Аталған проблемалар жаңа оқу жылында түбегейлі шешілмек. Елтай ауылындағы 1200 орындық және Көкөзектегі 1500 орындық қос жайлы мектеп 2024 жылдың 1 қыркүйегіне дейін халық игілігіне тапсырылады.